Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге мен балам далада қыдырып жүр, соны пайдаланып видео түсіріп тастайын дегем. Жалпы бүгінгі тақырып бірінші баланы, жалпы балаларды апа-ата тәрбиесіне беру жайлы болады. Оның жалпы психологиялық травмалары мен және кемшіліктері жайлы айтатын болам. Неге жалпы ол дұрыс емес және неге мен келіспеймін? Оның бірнеше себептері бар. Бірінші, бала 7 жасқа дейін анасымен өте қатты кіндік байланыста болады. Яғни, ол дегеніміз қалай? Мысалы, бала іште жатады, ата-анасының дауысын таниды, туылған кезде анасының иісін таниды, емшек емген кезде де анасына қатты бауыр басады. Аздап өскеннен кейін ол 2-де болсын, 3-те болсын, тіпті 1-де болсын, баланы бірден апасы немесе басқа біреу, енді бізде бүгінгі тақырып апа мен ата ғой, бауырына басатын болса, онда ол көп жағдайларда өмірде адасады. Ол енді тікелей бір мағынада емес, адасады деген оған иіс таныс болмайды, үй таныс болмайды, адам дауысы таныс болмайды. Ол қанша қаны болса да, ол анасының рөлін бәрібір ешкім баса алмайды. Сондықтан да бұл өте маңызды нәрсе. Екінші, ол мысалға Құдай баланы ата-анаға берген кезде, ол определенно бір заң тұрғыда, жаңағы орысша айтқанда закон жизни дейді ғой, олар бір-бірін бір деңгейге үйрету үшін жіберіледі. Яғни бір-бірін тәрбиелеу үшін жібереді. Мысалға, кейде бала ата-ананы тәрбиелеу үшін жіберіледі, кейде ата-анаға бала сол ата-анадан арнайы бір тәрбиені алу үшін жіберіледі. Бұл енді бір психологиялық, философиялық бір тұрғыда айтылған, бірақ та оны түсіну қиын болғанымен, соның астарында не жатқанын түсіну өте маңызды. Сондықтан да бұл жерде Құдайдың өзінің бала мен анасына берілген бір жоспары болады. Әкесіне мысалға, олардың арасында өздерінің бір кармасы болады мысалға. Соны проработать ету керек та олар. Получается, ана өзінің жауапкершілігін апа-атасына басқа біреуге беріп тастайды да. Үшінші мәселе, ол бала ата-анаға не үшін беріледі? Ол өмірде үлкею үшін, яғни өзі ата-ана болуды үйрену үшін, және өзі де жаңағы өмірді түсіну үшін беріледі. Мысалға, ата-аналардың өзі кейде бала болып жатады, кейде өздері көп нәрсені түсінбей жатады. Ал бала дүниеге келген кезде олар бірден есейеді, санасы да, ойы да, өмірге деген көзқарасы да. Сондықтан да баланың ол ата-анасы қанша тәжірибесі болмаса да, апа-атасы сияқты көп нәрсені мүмкін үйрете алмаса да, жаңағы апа-атасы сияқты қатал бола алмаса да, білімді бола алмаса да, олар сол арқылы білім жинайды, тәжірибе жинайды. Содан кейін өздері де қатаяды өмірде. Сондықтан баланы өзі ата-анасы тәрбиелеу өте маңызды факторлардың бірі болып есептеледі. Тағы бірден бір себебі, балада психологиялық өте үлкен травма болады. Ол ата-анасына біріншіден ренжиді, екіншіден егер бауырлары болса, песімілері болса, олардан әлде қайда өзгеше болады, және де бауырмалдылықты сезбейді. Арасында суық қарым-қатынас болады. Қанша бірге араласса да, бірге көрісіп тұрса да, тіпті білсе де бауыры екен. Ондай жағдайда да ондай мықты байланыс болмайды, бірге өскен бауырындай. Сондықтан да бұл өте үлкен травма. Әрбір ата-апасының қолында өскен баланы, үлкен кісіні сұрасаңыз, дәл солай деп айтады. Менің тума-туыстарым арасында да ондайлар бар. Сондықтан да мен оны 100% дәл солай екенін айта аламын. Сонымен қатар тағы бір нәрсе, әр адамның өмірде өзінің рөлі болу керек. Мысалға, апа-ата олар өздерінің ата-аналық рөлін орындап болды, сондықтан олар апа-ата болу керек. Ал ата-ана олар дәл қазір өзінің балаларына ата-анасы бола білу керек. Әркім өзінің рөлін, әркім өзінің рөлін білген кезде өмірде оның біріншіден жолы әлде қайда жақсы жүреді. Мысалға,
егер ата-анасы өзінің рөлін дұрыс орындаса, бала шағасында ақша потогы да, отбасылық бақыт потогы да барлығы өте жақсы жүреді. Және бала өзінің рөлін ойнау керек. Мысалға, бала ата-анасына ата-ана болып, апа-атасының рөлін баспау керек. Ақыл айтып қайта-қайта ата-анасына ата-ана ретінде қарау керек. Қанша жерден білімді болса да, қанша ақыл тасып бара жатса да. Апа-атасы балаға ата-ана болмау керек. Сондай сияқты рөлдер өте көп. Закон ролей в жизни дейді, бұны білу өте маңызды. Сондықтан да әр баланы әр ата-ана өзі тәрбиелеу керек деп есептеймін. Әрине, апа-атаның өз рөлі бар, оларды жақсы көру керек, олар мейірімдік таныту керек, дегенмен де өзінің бір шектеуі бар, тәрбиеге араласпау керек, жаңағы қалай істеу керек, нені істеу керек, әрдайым ақыл айтып отыру да дұрыс емес. Сондықтан да көп жағдайларда араласпаған дұрыс. Өз рөлін атқарып, апа-атасы ретінде ауылға барып тұрып жазды күні, немесе бірге тұрса, өзіндік бір апалық еркелігімен, апалық бір әңгімелерімен, қызықты бір оқиғаларын айта отырып, бір өзінің әдемі бір кейпінде отырса, ата-апасы, бұл ата-ана үшін де, бала үшін де өте үлкен жетістік. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта да қызықты ақпараттар айтылады. Инстаграм парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәттілік.